Қасиетті де киелі Баянауыл жерінен түлеп ұшып, есімі дүйім жұртқа танылған, 1808 жылы дүниеге келген, 165 жылдық мерейтойы биыл аталғалы отырған қазақтың бір туар тұлғаларының бірі ғұлама әулие Мәшһүр Жүсіп Көпейұлы. Аты алты алашқа әйгілі болып, ел жұрттың айрықша ықылас құрметіне бөленген, әр қазақтың төрінен орын алған киелі адам. Мәшһүр Жүсіп Көпейұлы заманынан озып туған дара тұлға, көрнекті ақын, шежіреші, қазақтың халық ауыз әдебиеті үлгілерін жалықпай жинап, олардың бәрін ұрпақтан ұрпаққа шашпай төкпей жеткізуші, ағарту саласының белді өкілі, соңына қазыналы мол мұра қалдырған алаштың біртуар перзенті.